Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі менің сіздерге айтатыным сарымсақты жеуге болмайтын жағдайлар. Видеоны көрмей тұрып подписаться мәзірін басып менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Сарымсақты жеуге болмайтын жағдайлар. Сарымсақ тағамға ерекше иіс, дәм беріп тұрады. Оның тәбетті ашатын қасиеті де бар. Алайда сарымсақты жеуге болмайтын кездер болады. Мұны есте ұстаған жөн. Қандай кезде немесе кімдерге сарымсақ жеуге болмайды? Бүйрегі ауыратын адамдарға сарымсақты жеуге болмайды. Сарымсақ құрамындағы токсинді элементтер бүйректің жұмысына кедергі келтіреді. Сол себепті бүйрек сарымсақтың өткірлігінен өз қызметін толық атқара алмайды. Диарея кезінде сарымсақ жемеген дұрыс. Ішек бойындағы ауруды одан сайын күшейту әбден мүмкін. Ота жасататын жандарға: егер жақын арада ота жасатқалы жүрсеңіз, сарымсаққа жоламаған дұрыс. Негізінде медицинада ота жасататын науқасқа 2 апта сарымсақ жеуге болмайды. Сонымен қатар аяғы ауыр және бала емізетін аналарға да жеуге болмайды. Бұл топтағы аналарға сарымсақ қаншалықты зиян екені әлі дәлелденбеген, бірақ дәрігерлер сарымсақты жемеуге кеңес береді. Сарымсақтың қан қысымын түсіретін қасиеті бар. Егер қысымыңыз төмен болса, одан алыс болған дұрыс. Көз аурулары бар науқастарға да жеуге болмайды екен. Қытай дәрігерлері сарымсақты жиі жеу көзге кері әсерін тигізетінін айтады. Сол себепті көзіңіз ауырса, сарымсақты тыйған жөн. Достар, менің видеом ұнаған болса, коммент жазып лайк басуды ұмытпаймыз. Және де менің каналыма жазылыңыз.